Рекет қайырымдылық қорының 211 үйінің кілтін табыстау Дәулет Бижанов мырзамен табыстау бұйырыпты. Дәл қазір біз 5 қыздың анасы Гүлжан әпкеге барамыз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көпшілік. Бүгінгі керемет әдемі ай, Рамазан айы, рақымшылықтың, берекенің айында. Оның үстіне бүгін күндердің сұлтаны болған жұма күні осындай бір шаңыраққа қуаныш сыйлағалы келіп отырмыз. Ең әуелі Аллаға мадақ болсын, одан кейінгі біздің осы қазақ халқының кең жүректі азаматтарына рахмет айтамын. Осылай бір жанды қуанту бүгін бір үлкен Assalamualaikum, tağına. Жүріңіз Сәлем. Қаракет қоры арқылы елдің көптеп көмектеп жасаған қайырымдылығы арқылы Алланың бұйрығымен осы бір 5 періштеңіз 5 жарыңыздан сізді демеп жүре берсін. Сізге мынау халықтың атынан аманатты табыстауға рұқсат етіңіз. Сіздерде жаңа үй бар және өз үйлеріңіз. Қазір Дәулет аға, осы тұста осы үйді көру үшін бірге алсақ? Кеттік, үйіңізді көрейік. Үйді көруге барамыз қазір. Дәлек қазір біздің халықтың көзінің алдында, көрермендердің назарында тұрып, жаңағы есікті ашыңыз. Қыздар бастаңдар, оң аяқпен бастаңдар шыққанда, ой, осы үйге кіріп жас болып, грамота алып жылдар. Ал, мынау енді қазақ қашанда бірінші жаңа жасалған, жаңа қадам аттаған жерге жаңа зат алса, жаңа дүниеге қол жеткізсе, көрімдік берген, байғазы берген, мынау сіздерге көрімдіктің бірінші болып мен бір көрімдік берген. Адамдар шынымен адамның санасы, адамның жүрегі, адамның ақылы өзінің мөлшерінен алыс кетпейтіні белгілі, бірақ біздің санамызда бұндай керемет сыйлық жасау, санамызда бұндай ішкі түйсігімізде бар болғанмен күнделікті қолымыздан келмейтін мәлім, бірақ өзімде бір керемет әсерде тұрмын. Бір шаңырақты, бір жанды, бір әйел затын қуансақ, қазақта айтқандай, әйел өлсе әлем өлетіндей, сіздер күлімдеп жүре беріңіздер. Жаңа да тілек айттым, осы бір 5 балапаныңыз бұйырса 5 жағыңыздан жақсылап тұрып, анашымды қолдап, қорғап жүрсе, мен ойлаймын, сіз алдағы уақытта осы еліміздің, жалпы біздің Шардара өңіріндегі ең бақытты әйелдердің қатарында болыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші Аллахқа шексіз мақтаулар болсын. Және де екінші пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салауаттар болсын. Және де осы жаңағы осындай жақсы амалдар Аллахтың мейірімінен үміт күтіп, ақырет күніне жәннатқа кіремін деген себеппен амалдар жасаған осы бірінші отандастарыма, халқыма, және сіздерге, Гүлмира Мұханқызына арнайы және Әмзе мырзаға көп алғысымды білдіргім келеді сіздерге. Аллах разы болсын сіздерге. Осы бізді қуандырғандай Аллах сіздерді ақыретте қуандырсын иншалла. Және де қатты қуаныштымын. Аллах сіздерді жәннатта жемчугтан тұрғызылған үйлермен қуандырсын иншалла. Енді сіз әрқашанда осындай бақытты күйде, күлімсіреген күйде жүре беріңіз. Бір ғана сұрақ қойғым келеді. Біздің отандастарымызға тағы да осы Рамазан айында жақсы тілегіңізді айтып, осы баспанасыз жандарға өзіңіздің тілегіңізді бір ауыз айтып кетіңізші өтініш.
бұл Рамадан айы өзі мың айтатын қайырлы айлардың бірі ғой. Ерекше бір Аллахтың жаңағы ерекше айларының бірі. Барлық отандастарға, мұсылман бауырларға иншалла осы айда кінәларыңыз кешіріліп, Аллахтың мейіріміне бөленіңіздер, аңсаған армандарыңызға жетіңіздер, бақытты болыңыздар. Бақыт дейді, өзі Құранда 2 жерде келеді дейді. Жәннатқа кіруші деп сол бақыттылардан болыңыздар. Пәтерлері жоқтар, иншалла жұғысты болсын, осылай пәтер алып, сауапты істерден дәші жаңағы істейтін амалдарыңызды жасап, халқым ендігі тағы бір мен сияқты бір мұқтаж жандарға берсеңіздер, иншалла нұр үстіне нұр болған екен. Енді сіз жалпы пәтерге, ешқандай бір нәрсеге, затқа, дүниеге мұқтаж болмаңыз. Мұқтаж қыздарыңыз, мен айтар едім, бір айналасы 10 жылда сізді үлкен әже қып, ата-ана қып, үлкен биік белестерге жетелей берсін. Фариза, мен білесің, балапан арнасында жұмыс жасадым, балалармен қатысты көптеген жобаларда жүрдім. Мені телеарнадан сол балапаннан көргенде кездесеміз деп ойладың ба? Жоқ, ойлаған жоқсың. Шынында екен, мен де сенімен кездесемін деп ойлаған жоқпын. Бірақ Аллаға мың шүкір. Енді қараш, Алла тағаланың бұйрығымен, халықтың қалауымен осындай әдемі пәтерге қол жеткізіп жатсыңдар. Өзің енді бас көз болып, бүкіл сіңілдеріңмен қосылып, осы үйді таза ұстауға, берекесін толтырып ұстауға, мамаңа көмектесіп, үйді жинап, сыпырып, ой пысық қыз болуға сөз бересің ба? Берем. Сен қандай жұмысты өз мойныңа аласың, қалғандарына қандай жұмыс бөліп бересің? Сен не істейсің? Өзім ауыр жұмысты алып. Ауыр жұмысты алам? Сіңілдеріме жеңіл жұмыс беремін. Құттықтаймын, сені де құттықтаймын. Рахмет.